Колбаш. Ладно, скажи, потому что сделать чай. О, аға, жетпісек ерте тұрады екенсіз. Ағайындар Қытайда ойланбаған жағдай болған. Генералдар Қытайдың басшысы Си Цзиньпинге қарсы шыққан екен, және де ядерный бомбаның красный кнопка дейді ғой, ядерный бомбаның несі болады жаңағы, чемоданчигі. Соның кодын айтып қойған Америкаға деген сияқты ақпарат шығып жатыр. Ол не деген сөз? Ол жаңағы Қытайда да арасында коммунистерге Америка кірді деген сөз. Енді коммунистер мықты болады. Ондай шпиондар болмау керек, бірақ міне бізге де ол жақсы болып жатыр. Бүкіл жағынан жақсы болып жатыр. Мына Трамптың шынымен де Тоқаев айтқандай Құдай жіберген президент болып жатыр. Трамп трампылдатып жатыр. Бізге бүкіл жағынан қазаққа, аңқау қазаққа Құдайдың өзі бізді бір кішкентай бала періште қағады дейді ғой, мысалы. Қазақты періштесі қағады екен да. Біз кішкентай бала сияқтымыз да. Біз кішкентай бала құлап кетеді, екінші доздан құлап қалады, бір аман қалады, бірден істеп қалады. Періштесі қақты дейді ғой, мысалы. Сол сияқты Қазекеңнің де мына періштесі мықты екен әйтеуір. Кішкентай бала сияқтымыз, аузымыз аңқып деп жүреміз мына жерден. Әйтеуір періштеміз қағып жатыр. Қашанға дейін қағады екен әйтеуір. Сондықтан енді ешкімге жамандығы жоқ, қасқа аңқау әйтеуір бір-бірін тек түтіп жейтін Қазекең ғой. Басқаларға құшағын ашып, барын беріп, үйінде соңғы қойын сойып, жұртты жарылқайтын Қазекең болғаннан кейін шығар Құдайдың несі де бізге түзу болып жатқаны. Сондықтан сондай қызықтар болып жатыр енді. Сәйітхан, Шыңғысхан танушы, қалайсың? Армалейкум. Армалейкум, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Шашың ағар кетті деген кейін шашыңды бояғансың ба не? Шашты бояп алдың Нәрсе өткізді. Кіресіп, шашың ағар кетті дейтін болсам, бұл жыл құрсын деп бояп алыпсың ғой, Сәбитхан бәрін көріп қояды. Дұрыс, әдейі ма? Дұрыс. Қалай басқа өздерің? Аман есен, бала-шаға, бауыр бүтін ұрпақ аман есен ба? Аман есен жүріп отырсың. Мен ойлап отырмын да, Иә. Баяғыда Назарбаев кезінде Харгос деген бар еді, дұрыс па? Иә. Ол Харгосқа Қытай арғы беттен келіп тауарын сатады, мына беттен біздің Қазекең сатып алады, болмаса жәндегі Тәжікстан, Ресейдің, қырғыздар, өзбектер сатып алып кететін еді. Ал енді сөйтіп біздің енді саудагерлер ғой енді Харгостан сатып алып келіп, жәндегі біздің базарларға өздері тағы оптовый точка ашып алатын еді. Иә. Енді Қытайлардың өзі кіріп алды қазір біздің базарларға, өздері оптовый точка ашып алды. Мысалы, телефонның сыртында қаптағыш бар ғой жәндегі. Иә. Соларың 1000 теңге тұратын болса, соны қазір Шымкенттің базарларына қазір Қытайлар келіп, 100 теңгеден сатып жатыр соны, оптом. Енді дұрыс қой, бағасы құтырды, біздікілер бір чехолды 1000 теңгеден сатып, халықты жеген жоқ па? Иә. Заман бітті. 10 есе сатқан ғой, бір зат 1000 теңгеден сатып, 10 мыңға сатқан. Сосын нарыққа кіреді, олар ойлайды, мыналар деген осыншама сатып отыр ғой коммерсанттар. Сосын сатса да біздің коммерсанттарда да не жоқ қой, аппетиттері страшно да. Мен өткенде таң қалдым, 100 теңгеден екен. Қытайлардың өздері келіп сатып жатыр, уже базарлардың қасынан оптовый база ашып. Енді олар не үшін 100 теңгеден сатады? Қазір бүкіл клиенттерді 100 теңге болғаннан кейін бүкіл қала барады ғой. Бүкіл клиенттерді кім сондаймен сауда жасайды, солардың барлығын тарс алып алады да, жайлап көтереді ғой. Демпинг қой, оларда любой время бизнесте олар бірінші демпингке кіреді.
Бірінші үйретіп алады десең. Бірінші үйретіп алады. Сен кімсің? Сәбитхансың. Ешкім танымайды ғой. Ойбай, Сәбитхан соны 100 теңгеден беріп жатыр десе, бүкіл қала, Сәбитхан да бар, Сәбитхан 100 теңге дейді, басында. Сәбитхан 100 теңгеден бір жыл бергеннен конкуренттердің бәрін лақтырып жібереді. Конкуренттер уже сенен ала бастайды. Уже Қытайға бармайды, түсіндіңіз ба? Қытайда 500 теңге болса, сенде 100 теңге. Түсіндің ба? Олар 100 мың, 200, 300 мың минусқа кіреді бір жыл бойы. Кіреді, бәрін алып алғаннан кейін. Бәрі ешкім жоқ қой, ешкім әкелмейді. Сенен алып жатыр, бәрі, заявка, бәрі сенде. Таста жайлап көтересің, 50 теңге. Келесі күні тағы да 200 теңге болады. 300 теңге, 400 теңге түк көтеріп аласың да. Короче, Қытайдың есебі тура десе, Қытайлардың есебі тура десе. Олардың есебі тура. Бірақ бұл Қазақстан. Бір өзі көтере алмай қаласың. Алмай қояды да сені. Сен 100 теңгеден бердің ғой кешеді. Соны бұлар учитывать дейді. Банкрот болады, кетеді. Оған дейін де Қытайлар болған міне. 2005 жылы, 6 жылы Қытайлар мында әкелген өздері товар. Неден, бақтыдан. Бүкіл Қытайдың товары келген. Өздері әкелген базарға. Әкеледі, бағаны түсіреді, таратады, қарыз, артемскийлар, нелер, қаладағылар, қырғыздар алады. Басқа Қытайға барады, екінші, үшінші Қытай. Бір-бірінен алып, бір-бірінің қарызын айналдырды. Бүкіл Қытай қашып. Артемсізде қандай қырғыздар түсінбедім. Артемсізде қандай қырғыздар деймін да? Артем қайықта ол? Атыраудағыны айтып ба? Астанада. Енді қырғыздар қаланың ішінде бутик-бутиктер енді жазда келеді ғой бәрі сауда жасап. Россиядан депорт болған қырғыздың бәрі бізде жүгіріп жүрген ба? Түсіндім. Тәжіктер депорт болған, Алтын Орданы алып алды мысалға. Полный Алтын Ордаға кірді ғой. Сондықтан бәрін шығару керек, себебі олар базарды базарды зарплата алған кезде 10 күн шыдау керек қой адамдар. Бізде зарплатаға, пенсияға қарап отыр, пособияға қарап отыр. Бізде базар 10 күн жұмыс істейді, 20 күн банкрот. Просто отырады. Халықтың айлық алғанын күтіп отырады. Сонда халық базарды перехитрить должны. Қымбатшылықтан. Сен бүгін айлық алдың, уже базар күтіп отырады. Бүгін пенсия берді, қазір базар. Сендер алма көресіңдер. 10 күн кешігіп барсаңдар, баға бәрі түседі. Солсын ба. Негізі осы сенің неңді қолдап жүрмше, негізі азық-түлік қауіпсіздігі үшін әрбір қазақтар ауылдан жәндегі не істеп алса деп отырғандай. Нейді мынау? Овощной база, қоймалар істеп, ше? Енді оның ақшасы жоқ қой, бірігіп қана істейсің ғой, мысалға. Қойма қайда болады? Мысалы, сіздің ауылыңызда қойма. Бүкіл ауыл халқы бірігіп салу керек та, бір қойма ауыл үшін. Жүрсің ба? Общакқа. По-любому ақшасы сондай шығын шығады. Ал өздерінің запастарын қойып. Мына Польшада солай ғой, мен 2013-14-терде Польшада солай кооперативке біріккен, үлкен базалар тұрады, кәдімгі почти қала сияқты. Бүкіл ауыл сол жерде. Мысалы, біреуде 5 гектар, біреуде 3 гектар, біреуде 4 гектар. Адам нанимать етпейді, өзі жұмыс істейді. Мысалы, Алматыда. Мысалы, сіздерде дала фрут деген бар ғой. Бүкіл бәленбай жерді алып алған. Өзі алманы жинай алмайды, бірақ халыққа да бермейді, көрдің ба? Ал Польшада олай емес, 100 гектар деген жер жоқ. 100 гектарды 10 адамға бөліп береді. Неге? Себебі ол бүкіл алманы теріп аласың да, бала-шағаңмен, бәрімен. Далаға қалмайды, көресің ба? Сондықтан рәсуа болмайды. Сельский хозяйствоға олигархтарды кіргізбеу керек. Халыққа беру керек. Қалай ойлайсың, андай бизнес дамысақшы. Қарада, мысалы сен бір қора табасың, мал қора. Дұрыс па? Мал қора ол бүкіл шөбі бар, бүкіл бәрі дайын. Бірақ енді оған мал сатып алуға ақшасы жоқ. Субсидия алайын десе, жаңағы нейді мынау, банксы гарантия дейді ма, мүліктерін тік дейді ма, сондай қойғанда, микрокредитін қойды банктың бәрі. Енді бұл жерде, мысалы мен Шымкентте сауда істеп отырмын, базарда. Мен білем товардың тең жасы бүгін банкротқа ұшыруы мүмкін. Сол малды как дивиденд немесе инвестицияға сол қораға салсам бола ма? Мысалы 100 мың теңгелік бұзауым келесі жылы уже қанша мысалы? Миллион теңге бұқа болуы мүмкін, семіртіп. Мал сізге айтайын, малда количестводан ұтасың.
Сен бір бұқа, екі бұқадан саған пайда болмайды. Иә. Саған 1000 бұқадан пайда болады да. Неге? Себебі количестводан ұрасың. Мысалға, бір сиырдан саған 200 мың қалатын болса, 1000 бұқадан саған 200 миллион қалады. Дұрысын ба? 6 ай бақсаң, саған 200 миллион қалады. Ал сен 5 сиырға миллион қалады да. Миллионды сен жиып қоясың. Дұрысын ба? 200 мыңды 5-ке бөлсең, сен айына 200 мың теңге пайда көрген сияқты боласың ба? Түсініп отырсың ба? Иә. Сондықтан жаңағы байлар солай істейді. 1000 бас, 2000 бас, ода объем бар, ол ала алады. Мысалға 500 мыңнан көбейді, 1000-ға 500 миллион теңгесі бар, дұрыс па? Малды қойды, бидайын берді, ол 500 миллионнан 200 миллион істей алады. Түсінесіз ба? Ал қарапайым адам ол 5 сиырды, 5 бұқаны алып, миллион теңге істегенмен өзіне зарплата сияқты да, ода пайда болмайды, түсінесіз ба? Арман мен ойлаудымда, соғыс қазыдан көшіп барғанда бар емес пе? Оларға жаңағы әр баласының мүшесіне, мысалы, семьяда 5 болатын болса, 5 гектар жер беріп жатыр ғой, оларда жер бар ғой. Неужели осы сенің осы ұйымдастырғанға соғыс Қазақстандарды біріктіруге болмайды? Бәріне бүкіл Қазақстан бойынша. Әр жері бар, басқа болашағы жоқ. Миллион теңгеден қалатын болсаңыз. Ол, оны ертең мемлекет алады осы программаны. Басқа выход жоқ. Келесі президент, нормальный президент келсе, есі дұрыс экономиканы түсінетін. Ол осы жұмысты алады. А Тоқаев ол 0 экономикадан. 0. Ол ана жаңағы дипломат, там, қатырам, туда-суда. Сол үшін ғой, вице-президент қойын деді ғой, оны. Сен анау, немен жүре бер жәндегі, не мынау? Ана сыртқы істер президенті ғой ол. Сыртқы істер президенті. Іште ол білмейді, по-любому, потому что ол маманданбаған білмейді. Мысалы, сен әйеліңе кухняға бардың, посуда қай жерде тұр, қант қай жерде тұр, ет қай жерде тұр, холодильникте білмейсің ғой, мысалы. Дұрыс па? Сол сияқты ол. Ол өмір бақи сыртта жұмыс жасаған, ішкі кухняны білмейді. Олар өзі солай шешім қабылдады. Сен сыртқы кухнямен айналыс, біз ішкі кухнямен айналысатын болдық бізде. Келісім солай болған ғой енді. Солай болып та жатыр ғой, көріп отырсыңдар. По-любому енді заман өзгереді ғой енді. Бүгін олар да кетеді, қартаяды, ұстай алмай қалады ғой, мысалы. Носки таппай жынданасың, сол сияқты ғой. Ол ананы танымайды, ана әкімді танымайды, мынау кім ол. Қасындағылар айтады, ой, бұл нормальный әкім, мынау, кімді қоямыз, мынаны қоя сал, дейді, көрдің бе? Танымайды ешкімді. Ол кімнің кланы, не? 5-6 кландар таниды ғой енді өзі бұрыннан, правительство істеген. Правительствода да істеген кезде білесің, кендір сюрприздермен қырылысты, мысалы. Мен кетем, кендір сюрприздер жұмыстан ал деп, короче. Концерттер біткен жоқ, арақ ішіп алып концерт қоятын батя сияқты ғой. Бұларда концерті қойды ғой. Бұлардың концерті бітпейді енді. Сендер өлгенше. Ол келесі ұрпаққа біз программа құрып кетуіміз керек. Осылай істейсіңдер, миларына айта берсек, жайлап ертең бірдеңе болған кезде өздері істейді ғой бірігіп. Сондықтан сондай. Мысалы, Шыңғысхан тарихында мен өзім 1 жыл болды ғой айналысқаным. Тывай жаман емес, қазақтың көзі ашылды. Мен уже қазір бұл айтпайтын болдым. Негізі сен сияқты қазақтың басын біріктіретін картошка болсын, мал бордақылау болсын, сол система халықты үйрету керек. Ауылға, қалада қазақтарды ауылға үйрету керек. Дұрыс ойлайсың. Қалаға демалып келесің. Дұрыс па? Көрдің кеттің түк, қыдырдың, шаруаң жүріп жатыр. Ақшаң шытыр пачкамен жүрсің. Вот сондай система болу керек та. Келіп алып қалаға біреудің дачасында дірілдеп, олай болмайды. Үміттеніп бір үй алып балам шығар, әйтеуір үйтіп деп. Қазір 7 миллионнан бері жатыр, соғыс Қазақстанға да үй ал деп. Үй ал деген кезде береді. Жей береді тағы да, ол 7 миллион дейді. Ол сен үй аласың дейді 7 миллионға. 7 миллионға үй алғанмен олар не істеу керек? Солтүстік Қазақстанда не істей аласың? Картошкадан басқа ештеңе жоқ қой та. Өсімдік шаруашылығынан басқа ештеңе жоқ. Мал шаруашылығы. Мал 6 ай боран. 6 ай қорада тұрады. Оған азық керек. Дұрыс па? Азықпен қамтамасыз ету үшін саған оған техника керек. Дұрыс па? Қарды тазарту үшін саған мысалы бізде оңтүстікте бір пресс шөп қазір 2000 теңге, 1500 теңге. Ал енді соғыс Қазақстанда 15
пресс шөп шығатын рулон 3.000 теңге екен. Жаздың күні сатып алсаң да. Көрдің ба? Ояқта шөп арзан, бидай, арпа да арзан. Ояқта мал бордақылауға дұрыс. Бордақылайсыңдар да, ол сол үшін запрет жасау керек. Убойный цехтарды юкта салдыртпау керек та, малды сойдыртпау керек. Түсінесің ба? Сол кезде уже готовый производство болады. Мал солтүстік Қазақстанда сойылып, сендерге уже готовый барады. Холодильникке. Бұл системаны ол министр өзі жасау керек. Ол білу керек. Ол адам министр қойдың жаңағы құмалағы мен сиырдың боғын айыра алмайды. Ауыл шаруашылығында мен жұмыс жасадым ғой. Назарбаев изначально мемлекеттік қызметкерлерді тағайындаған кезде ол мамандығына байланысты алған жоқ. Мысалы, ауыл шаруашылығына конкурс болады. Ол экономист, агроном, ветеринар немесе заңгер мамандығы дейді да. Көрдің ба? Ол заңгер қайдан біледі ол ауыл шаруашылығы? Немесе өзінің жерлесін руласын қоя салады. Иә. Сонда мен конкурста, мен ауыл шаруашылығында жұмыс жасап жатырмын. Мен енді алдымда конкурс тұр, мысалы департаменттің бастығы. Мен барамда конкурсқа қатыссам, мен агроном мамандығы, қызыл диплом, мен ұта алмаймын, барады да юрист ұтып кетеді. Сосын ол маған бастық болады. Менің департаменттің бастығы юрист. Түсінесіз бе? Істегенсің ба сен? Бастық. Иә. Енді бүкіл жұмысты біз істейсің, анау вицеге дейін көтеріле береді, көрдің бе? Жұмысты сен жасайсың, ол тупой, бірақ ол көтеріле береді. Иә. Ол ештеңе білмейді. Ол барады да бізге айтады, біз уже шаршаймыз, бізге де бәрі қош, демал дейміз. Рахмет айтпайды, түсіндің бе? Сөйтіп үкімет құлайды. Себебі ол шешу керек мәселені шеше алмайтын адамдарға беріп, мысалға за рулем келе жатыр, сен кішкентай балаға немесе машина айдата алмайтын балаға берсең, соғады ғой встречный, болды. Дұрыс па? Оны изначально қателік солай болды. Мына качегарға, сендер билікті качегарға беріңдер, качегар барды да соқты болды. Енді машина бычыт болып отыр. Енді оны восстановить ету керек. Восстановлению не подлежит. А сендер айтасың, жүр деп, давай, жүршіш деп. Машина восстановлению не подлежит. Солай болып тұр жағдай. Сондықтан солай. Шешімі бар, шешу жолы. Өте ұзақ жол болады да ол. Көрдің бе? Система, построена система. Бәрін құртып тұр ғой, бүкіл жүйе, который ауыл шаруашылық жүйесі, адамға қажет азық-түлік қамтамасыз ету жүйесін бәрін бычыт қылып құлатып жіберді ғой, түсіндіңіз бе? Коммерсанттарға берді бәрі. А коммерсантқа пайда табу керек. Ол саған жаны ашымайды ғой. Сен айлық алдың, сол күні біздер көтеріп, мысалы, мен коммерсант болдым. Мен барамын да, мысалы, бүгін зарплата, болды, бағаны көтеріп қойыңдар. Себебі сол кезде ғана бағаны көтеріп, кемпір шалдар келеді, ойбай, немереме алайын деп едім, деп. Сол кезде сауда жақсы болады. Бітті. Кемпір шалдар пенсиясы бітті, немересіне алды. Одан кейін сауда жоқ. Арман Ердыраш, бізде бүкіл азық-түліктің Қытай, Россиядан болып тұр да. Ертең Россия кризис болып көрсе, біз не істейміз? Россия не болса? Иә. Егер Россияның экономикасы құлайтын болса, Россияны біз бағамыз. Бізден азық-түліктер Россияға барады. Себебі онда санкция, техника жоқ, мысалға да. Немесе дәрмек жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, себестоимость қымбаттаған сайын Россияда бізден ала бастайды. Бізде қымбаттай бастайды, көрдің бе? Сондықтан бізге Россияның экономикасы құлдырамағаны жақсы да, түсінесіз бе? Сенің мысалы көршіңде жағдай жоқ болса, сенен келіп сұрай береді, мысалы, нан берші, күрек берші, қар тазартайын деп едім, көмір бар ма, көмір берші, шамалы деп. Көршісің ғой деп, көрдің бе? Сондықтан сендер ойламаңдар, Россия ойбай құласа. Россияның экономикасы әлсірейтін болса, бізге жаман. Біз бірге құлаймыз. Түсіндің бе? Сондықтан ана бір Шыңғысханды оқып аласыңдар да, ойбай деп шығасыңдар. Ауызды есептеңдер, ауызды. Тамақ ішетін адамдардың аузын есептеу керек. Өліп қалған Шыңғысхан не керек сендер? 140 миллион ауыз бар Россияда. Бізде 20 миллион, Өзбекстанда 40 миллион ауыз бар.
бәрі отырмайды ғой, ауыз воздухпен тамақ ішіп. Россияның экономикасы құласа, біз бірге құлаймыз. Қаңғып кетеміз. Боқ жеп кетеміз. Баяғыда әжеміз айтады, ойбай, жемеймін дейсің. Аш болсаң, боғыңды жейсің. Сондықтан бірігу керек, кооперативі. Әжелеріміз айтады. Тамақ жемеймін десең. Тамақты жемеймін десең. Айтады ғой, аш болсаң, боғыңды жейсің деп. Сөйтіп айтатын еді. Қытайда да өзі міне ішкі тартыстар болып жатыр. Бүгін мысалға переворот болып қалды кеше түнде. Қытайда да билікке талас. Оларда да олар уже кризис келіп бара жатыр ғой, тауарларын Америка өткізу керек. Ең жақсы. Ал бұл болса или Путин таңда, или сендер неге өздеріңді ойламайсыңдар, мысалы, жеке өздеріңді. Неге керек сендерге Америка? Неге сіздерге Иран керек та? Жоқ, мен айтып сен бірінші погребің полный болу керек та. Сен мына даже сен адам ретінде, мысалы, өсімдік жануар әлемін қарашы, мысалы, шегіртке бар және құмырсқа ара бар да, мысалы. Көрдің бе? Өзіне запас жасап алады да. Біз сол араның деңгейіне жете алмай тұрмыз ғой. Көрдің бе? Біз шегіртке болып жүрміз да. Шегірткенің өмірі ол первый температура суыған кезде аяз түссе бітті өліп қалады. Көрдің бе? Мәселе бізде сол. Енді сен осы келесі ұрпақты солай қалыптаспайтын болсаң, сен уже жойыласың ұлт ретінде, түсініп отырсың ба? Тоқаевқа бәрібір ол шаруасы түгел оны, ол самолетқа ұшады, Швейцарияда жатады, дальше өмірін рахаттанып, массаж жасап жата береді. Сәбитхан, ол ойламайды, ол үлкен шал ғой 70 деген. Сен ойлашы, баяғыда шалдар не істейтін еді? Ауылда шалдар темекіші насыбайын атып алып, ешекке мініп алып, көлеңкеде ұйықтап жататын еді. Сол сияқты ғой. Түсініп отырсың ба? Өзі адамның несімен ол ойламайды уже. Оған система ойлайды, түсініп отырсың ба? Насыбай анау мынау дейді, айтады, 2 сағат айтады да болды, қалған уақыт ұйықтайды. Сондықтан біз өзімізді ойлауымыз керек. Соған сен көмектесуің керек. Сен жүрсің ғой енді халықтың алдында. Ол анау үйтті, мынау бүйтті, тіл, міл, ол керек емес. Тілдің өзі сол құрал ғой. Қазақ тілі өлмейді. Последний қазақ өлген кезде тіл жойылады. Израильдар жоқ тілді істеді ғой, мысалы. Жоқ тілді, ефрит дегенде ешкім сөйлемейтін тілді. Тілді ғой, қазақ тілінде құдайға сөйлеп жатырмыз. YouTube бар, бәрі бар. Жоқ, мынан проблеманы шешудің орнына, жоқ, қазақша сөйле, қазақша. Мысалға деп айтырмын, бәрі ұша көріп. Ол тіл құрал. Пока сенде ақша болмайынша, сенің тілің сөйлемейді. Түсінесің ба? Нан берші деген сөз, сенен сұрайды ғой, мысалы. Арман, мына бидай қанша теңге? Түсінесің ба? Себебі сенің қолыңда бидай тұр. Енді тіл сенің тіліңде сөйлейді. Келетті, қанша дейді. How much дейді. Сен айтасың, don't understand. Сосын ол іздейді. Түсінесің ба? Осы сенің проектіңе ше, Солтүстік Қазақстанға көшіп бара жатқан қазақтарға дұрыс ау деп отырмын. Олар қайтадан кетеді ғой. 7 миллион балаға кетеді. Оның алдында болды. Павлодарда үй салды. Ол үй адам тұра алмайды. 40 градус аяз болғанда мына жерден шелден тесік қатып өліп қалып жатады адамдар. Қайтадан ауылдарына айтты. Мен саған айтайын, тағы да айтайын. Шымкентте, солтүстікте адам тұра алмайды. Мен Ақтөбеден барып 3 жыл жұмыс істедім Петропавлда. Ит тойған жерінде деген сөз бар ғой, ит тойған жерінде деп. Соған не дейсің? Ит тойған жеріне, егер сен тойды тұрсаң, барып тұрады. Қарын ашқан кезде ғана барады. Ит тойған жеріне қарын ашқанда барады. Сәбитхан қателесіп. Оңтүстіктен солтүстікке адам көшпейді. Мен саған айтайын, қашып кетеді ол. Солтүстікте туу керек адам. Түсінесің ба? Тууға жағдай жасау керек. Болды. Жарайсы айтып бол, сен сөйлеп болсын кейін мен сөйлеймін, мақұл? Сөйлеп бол. Мен айтайын, тағы да айтайын. Суық жаққа оңтүстіктен адам бара алмайды, тұра алмайды.
Екіншіден условия жоқ. Әйтеуір Шымкентте жылы болса да таксовать етіп әйтеуір күнін көресің ғой. Бір жерде әйтеуір қарбыз сатсаң да, қауын сатсаң да, алып сатсаң да күнін көресің. 6 ай аштан қардың астында саған кім тамақ береді Петропавлда? Мен өзімнің басымнан өткен нәрсені айтып жатырмын. Қар ашмайды ешкім. Қар деген 3 метр. Үйден шыға алмай жатасың 6 ай бойы. Ол үшін жағдай жасалу керек деп отырмын. Сен үймен қатар ол жерде проблема газ жоқ, көмір жағасың, дұрыс па? Екінші малға қарайын дегенде ана қардың бәрін тазарту көресің. Кім тазартады? Малың қардың астында жатады. Көресің? Изначально туған адам ол басқа сол жерде туды, басқа жерде білмейді. Ол сол жерде тұра береді. Сосын 7 миллионға үйді сатасында қайтадан қашасың. Ол үй 7 миллион тұрмайды, енді 2 миллион тұрады қайтадан. 5 миллион минус банкрот. Изначально олар үкімет халыққа ақшаны бермейді. 7 миллионға 1000 адамға 7 миллиард ба? 7 миллиардқа условия жасау керек та 1000 адамға. Орыстардың үйлерін 2 миллион. Жаман үйлерді 7 миллионға сатып алып сен есің дұрыс па? Иә, сол мен де ойлаймын. Ол үйде енді сен ол шұрық тесік үйді сен условия жоқ. Енді қара мысалға, олар не істеу керек? 7 миллион 1000 адам көшіру керек. 7 миллиардқа жағдай жасау керек та үлкен. 7 миллиардқа түсінесің. Жер емес кәдімгі. 700 миллион емес па? 7 миллионды 1000-ға көбейтсең 7 миллиард қой. Қазір ма? 7 миллиардқа условиясы бар, жағдай жасайсың. Жаман орыстың үйін сатып алып 7 миллионға. Тупиздің ғой, түсіндің ба бұлардың істеп отыр. Өйткенше сол ақшаға көп қабатты үй салса ма, 1000 адамдық. Иә, көп қабатты үй салып, 2-3 қабатты современный. Ол кезде адам кетпейді. Хотя бы условиясы бар да. Иә, отопление. Иә. Қатыны качегар болып кетпейді. Иә, качегар болып кетпейді хотя бы. Жұмысына барды, келді. Мысалы, мал қорада істей ма, әлде жаңағы даяқы болып істей ма? Онда бүйту керек онда. Иә, басқа проблема жоқ. Бытовой проблеманы шешіп көру керек болды. Иә, Арман, онда бүйту керек қой. Оған шыдамайды, баяғы заман адам емес. Баяғы орыстар сатты, андай 2 қабатты хрущевка сияқты үй салып, дуалын қалдырып. 3 қабатты, 2 қабатты әдемі современный үйлер салсаңдар, адам кетпейді. Молодец. Хотя бы басың істейді екен. Иә, қызықтырады да әдемі. Ана кишлакта кім тұрады? Молодец, сен басың істейді екен. Басың істейді екен, молодец, ризам саған. Міне, нақты. Өйткені қазір жастар сондай условия бар жерге барады, дұрыс па? Барады, иә, уже алданып қалады да үйге, жылтыраққа. Түсініп отырсың ба? Әдемі қылып істеп қойдың жылтырақ. Евроремонт бәрін. Болды. Молодец, мен саған ризам, міне, басың істейді екен сен ше. Көп қабатты, 3 қабатты үй салып берсең, ана дуалы 7 сантиметр қалыңдығы, ішінде пол жылы ғой, дұрыс па? Болды. Оны ертең ана үйді тұрса, ана көмір жағып, отқа тоңып қалған ба, иісіне өліп қаласың ба, уланып деп қорқытқаннан гөрі, центральный отопление істеп берсең, сол бір ауылға, жаңағыдай қанша бір 500-лік үй, 100-лік үйлер салып берсең, 100 отбасы. Адам барады. Ана еркеге барады да жұмыс істеп, жаңағыдай мал қорасы жұмыс істеп, қайтадан үйінде жата береді. Иә, дұрыс айтасың. Сонда жұмыскер келеді да, автобуспен сені алып кетеді. Адам бар ғой. Осы ауылда 500 адам бар мысалға. Жұмыс беруші сені қажет қылса, сені келіп алып кетеді өзі. Түсінесің ба? Жұмыс күші керек болса. Бұлар бичтерді, Петропавлда бичтер кәдімгі. Бұлар сол кезде орыстардың Россия көшіп жатқандардың үйлерін 7 миллионға саудасын жүргізіп береді ғой. Иә, не керек ол? Иә. Новый современный салындар болды ғой. Ескіні не керек ол ескі нәрсе? Біреу астына бір қуғынбай жау жүрек деп жазып отыр екен ше, тәңіршілде баратын жер екен дейді. Адам деген бірдеңе айтсаңыз, тәңіршіл деп айтсаңыз. Сталин солай жасаған ғой, лесопалға жіберген кезінде мына Екібастұзға жіберген зектерді салған ғой. Енді дұрыс айтып отыр бұл кісі. Солтүстікке көшірудің бір амалы зектерді солтүстікке жіберу. Мысалы, УДО 73 жібереміз, бірақ сол неде солтүстікте тұрасың деп. Көрдің ба, Сәбитхан? Соны пайдаланады. УДО үшін барады. 5 жыл УДО болса. УДО үшін олар барады. Сол жерде олар біз пайдаланамыз олардың жұмыс күшін. Дальше ол жұмыс істете бастайсың. Түсінесің ба? Үй салады, біреулер жаңағы ананы істейді, біреулер мал баға бастайды, көрдің ба? Сол жерде хотя бы 20-30% қалып қояды. Екібастұзда солай ғой, мысалы, Екібастұзда баяғыда зона болды. Иә, соның ауылдың Шидерті деген ауылы бар. Зектер салған. Сол зектер қалып қойған.
Арман, түрмеден шығады, қайда барарын білмейді. осы айтқандарыңыз ше мен видеороликке айтамын, мен халыққа тарқатайын. Удоға Осы видеороликке айт, халыққа тарат, үкіметке айт. Бұл системаның вопрос шешілетін вопрос, бұлар өздері шешпейді. Сәбитхан, сен ойлап отырсың ба, үкімет шеше алмай отыр бұл мәселелерді деп. Үкіметке мәселе шешіліп қойса, үкімет керек болмай қалады. Сен соны түсін. Үкімет ақымақ емес, бәрін шеше алады. Но ол шешпейді, себебі ол жыл сайын үкіметке қажет керек. Сен мысалы емшегіңді еміп алшы мамаңнан. Деп ойнап кетеді ғой бала, болды, емшегін еміп алғаннан кетеді. Емшегін емгенше дейін шешесін іздейді. Сонысы ба? Сол сияқты үкімет те солай. Қазір сен жағдайың жақсы болып кетсе, үкімет керек емес, болды. Машинаңды алдың, үйіңді алдың, кеттің. Той-тойлап. Сонысы ба? Жүйе деген сол. Молодец, Арман. Сен точно. Әбіләз вообще сен сияқты сөйлей алмайды, да? Әбіләз мен сияқты сөйлей алмайды, айтып отырмын ғой. Әбіләз еш нәрсе білмейді. Ол дежурный ол вопрос шешу, ол банкир. Банкир ол қалай келді? Оның айтатын сөздер дежурный слова ғой, болды ғой. Оныкі не ғой жаңағы? Пропаганда. Бір сөзді айта береді, миға айта береді. Адам сол сөзді жаттап алады. Мұғалім сияқты ғой, мысалы. Түсінесің бе? Оның системасы ол понятно. Ол масштабный мәселені шеше алмайды. Ол банкир. Банкке қалай келді ақшаны? Мен достарым берді дейді. Түсінесің бе? Ақшаны қайдан алғанда білмейді. Бизнесмен бе дейді. Қандай бизнес жасады? Мынау өйтіп айтпайды. Мен өзім кланым бар, сол кланның ақшасы деп айтпайды ма? Сол ғой. Ол айтпайды. Кланның ақшасы мені жаңағы коммерсанттар мен арқылы біз банкты алдық деп айтса, мысалы бәріміз скинулись. Миллионнан, мысалы 100 адам скинулса, 100 миллионға біз сол Назарбаевтың банкысын сатып алдық. Назарбаевқа бердік шапкасын деп конкретно айтпаймын ма? Дұрыс па? Банкты кім береді? Назарбаев сатады ғой. Лицензияны банкқа кім береді, Сәбитхан, сен ойлашы өзі. Назарбаев бермейді ма? Ұлттық банк арқылы. Ұлттық банкта Назарбаевтың адамы отыр. Сол күні БТА банктың лицензиясын алып қоймай ма? Болды ғой. Әбіләз Назарбаевтың адамы бүкіл мына ақшасын Әбіләзов арқылы айналдырып отыр. Қазақстанда жамандай бергенмен, Қазақстанда Назарбаевты ешкім қамай алмайды. Болды. Сондықтан біздің жолы болды, кооперация, ұжымдасу. Қазақстанда басқа жол жоқ. Арман, қарашы. Мысалы мен бір сөз айтамын да, бұл сөзді ше Әбіләзов айта ала ма? Қазір мынандай сөздер айтамын. Қарашы. Мысалы қазір қазақтың жүрегінде қорқыныш бар, үрей бар. Сол қорқыныш үрейді сейілту үшін бүйтіп айтатын болса да, қазір мен айтқан сияқты, бүкіл бәрі қолдап кететін еді. Құрметті Қазақстан Республикасының азаматтары, біздің Қазақстанда азаматтық алу процедурасын қиын қылу керек. Чтобы кез келген африканец біздің анау жезөкшеге үйленсе де, анау есуасқа үйленсе де, ертең ол африканец паспорт алып болған соң, анау Конго Заирда шешемді сағынып кеттім деп бүкіл туысқандарын Қазақстанға жинап алмас үшін келдің ба, артына президент тартамайтын заң істеп қоямын. Содан кейін өзге ұлттардың бәрі енді олардың өзге ұлттардың бәрі енді олардың махаббатын жаба алмайсың ғой. Пожалуйста, тиесіне ма тиің де, бірақ Қазақстан ЗАГС емес, анау шетелдің несіне анау ЗАГСте тұрасыңдар, анау елшіліктер арқылы деп. Мысалы Тәжікстан жігіті тиетін болса, президентке тартуға. Сен, пожалуйста, Тәжікстан елшілігінде тұр да, ЗАГСте тұр деп. Сөйтетін болса, ешкім тимей қояды өзге елдерге, дұрыс па? Нафиг нужен дейді. Осы сөз айтатын келіп жатқан Сәбитхан қара, келіп жатқан бізге. Арман, тұрдашы Арман, айтайыншы. Егер осы сөзді ше Әбіләзов айтатын болса ше, халықтың бәрі қолдап кетеді, ура деп. Ол айта алмайды ғой, ол глобалист қой, түсініп отырсың ба? Оның кришалары оған айтқызбайды. Ол глобалист қой, ол айта алмайды оны. Ол мысалға Европаға кетіп жатыр ғой деп айта алмайды. Франция уранды алып жатыр ғой бәленбай. Ол айта алмайды, Франция сол күні көтінен тебеді. Ол айта алмайды ғой Францияға, мысалға запрет жасауымызға болады ғой, мысалға. Немесе уран қаншадан кетіп жатыр Францияға. Ол айта алмайды оны. Сол күні өлтіріп тастайды. Білесің ба, уран қаншаға кетіп жатыр мысалға. Әбіләзовты алдыртудың жолы қандай? Сен нақты сөйлейтін жігіт екенсің, мен саған риза боламын. Солтүстік Қазақстан мәселесі, 7 миллион көп қабатты үй салу мәселесі бойынша, ана Әбіләзов туралы жаңа дежурный слова, молодец, нақтысын айттың, мен ойындағын айттың. Қазақтың мүддесіне сай сөйлемейді десең,
Болды. Иә, қазақтың мүддесі жоқ, ол глобалист, түсініп отырсың ба? Оған бәрібір қазақ. Содан кейін не байқадың ба? Ол Қазақтың жаны жоқ та, түсініп отырсың ба? Иә, ол бүйтіп сөйледі Жаны ғой. бар адам. Жоқ, қарашы, мысалы Әбіләзов қожа ғой, дұрыс па? Оған сұрақ қойды, айди. Сен мұсылмансың ба деп еді. Жоқ, мен атеистпін деді. Сөйтті де ертең оппозицияның бәрі алды да бәрі тәңіршіл болып кетті келесі жылы. Өйткені атеист айта алмайды ғой совет үкіметі. Бұл Қожекең действительно бізді қазақты екіге бөлетін раскол общество өзі жасап берді ғой негізі. Енді бұл жерде көрдің ба? Игроктар сол ғой. Назарбаев, Әбіләзов, Назарбаев, Әбіләзов. Басқа игроктарды Сәбитхан сол сен сияқты игроктарды кіргізбей тұр ғой, түсіндің ба? Сен саясат түсініп отырсың ба? Лишний адамдарды кіргізбейді. Сол үшін сен кірдің ба, сені футболға жібереді. Екеуі, Назарбаев пен Әбіләзов екеуі бір система, хозяйны бір. Анау Қайрат, не, Кока-кола, Пепси-кола сияқты. Фанта сияқты ма? Пепси-кола. Енді сіз айтып отқан саясат, жаңа миграционный саясат. Оны айта беру керек. Оны айтқызбайды. Барата Серік Сәпиевтің, Тұрсынбектің әйелі, анау мынау, тағы да Әбіләзов, Біләш, анауды бүйткенде, анаудан маймыл жүрбек. Но шешу жолы жоқ, түсініп отырсыз ба? Мәселе шешу жолы жоқ. Мысалы қарашы, Арабияда, Сауд Арабиясында болсын, анау бар жоқсын, арабта барып индустармен, анау пакистанцымен төлеспейді, арабша сөйлетіп ше, басын қатырмайды. Өйткені бүйтіп қарайды да, бұл ешқашан Арабияның азаматтығын аламайтын біледі да, даже внимание аудармайды, дұрыс па? Бұл келеді. Енді азаматтық. Білмейді, қарашы. Бұларда Сауд Арабияға мигранттар келеді, ол біледі. Полды жуа ма, қара жұмыс істей ма, бірақ ол араб біледі, ол ешқашан азаматтық аламайтын. Ол ешқашан внимание аудармайды, онымен қырыспайды, дұрыс па? Біз жүрміз әке, әркіммен қырысып сотталып жатырмыз, 124-тен кетіп жатыр же. Қазақтың қорқынышын сейілтетін заң керек қой. Дұрыс па? Миграционный. Заң болынша қара, мен зерттедім. Ол мәселені 2 жыл бір көтерді, бір жігіт көтерді. Сабыр деген жігіт. Оны глуш етіп тастады, шетелге қашып кетті. Сабыр деген, не туралы қозғады, айтып берші. Ол мына миграционный шетелдің адамдарын тексеру туралы, мысалға. Ол наркоман ба, ол преступник ба, ешкім тексеріп атқан жоқ қой Қазақстанда. Спид па, десе тағда. Спид па, ауру ма, тексеріп анализ алу керек қой бірінші. Азаматтығын алғанмен қатар, сен жаңағы ауруларға тексерілу керексің. Себебі сен Қазақстан территориясына кіріп жатсың, сен басқа шетелден келіп жатсың, басқа условияда. Олар қашып келіп жүрген адамдар ма, олар бір секта ма, Боко Харам деген бірдеңелер бар ғой Африкада, дұрыс па? Африканың тайпалар бір-бірімен соғысып жатыр, бір-бірімен біз білмейміз, біз бәрібір керемет айтып отырмын ғой. Беш бармағымызды бере береміз, кім болса ол болсын. Ол өте қауіпті. Ертең проблеманы кім шешеді? Сенің бала-шағаң шешеді. Сондықтан дұрыс айтып отырсың. Қазақ тілін білсін дейді. Қазақ тілін білгенде не пайда бізге? Бізге ақшасы бар адам керек та. Міне, $1 миллион бар ма? Азаматтық ала аласың. Болды. Миллион жоқ, ол азаматтық ала алмайды. Қандай қатын алса да, қыз алса да, хитрость жүрмей қалады. Көрдіңіз ба? Болды. Ақша, капитализмде ақшамен шешіледі. Любой нәрсе, заң жүрмейді капитализмде. Сәбитхан, сен заң деп айта бересің ғой. Ақшамен шешіледі бәрі. Көрдіңіз ба? Парамен шешіледі десе, парамен шешіледі. Олар пара беріп ұстайды. Егер $1 миллион квитанция сұрайтын болса, ол $1 миллион бере алмайды. Көрдіңіз ба? Сондықтан сенің заңың бәрі, заң деген сөзді айтпашы, Сәбитхан. Сабыр деген жігіт кім өзі? Ол тиктокта ма или неде ма? Тиктокта жүрген біраз, тиктокта болған. Сондықтан капитализмде заң жүрмейді. Сендер жаңа құрылтай миллион өзгертіңдер жаңағы конституцияны. Ол не работает, ақша жұмыс істейді, болды. Капитализм бұл. Өзіме кеше бір айтып отыр ғой. Дұрыс айтып отыр. Бір шетелдің азаматы айтып отыр. Қазақстанда любой чиновник сатып алуға болады. Шетелдегілер біледі. Мысалға, мен фура заказ бердім Украинадан, товар келе жатыр. Сосын водитель звондайды маған, Ақтөбеге келген кезде $500 беру керек дейді. Кімге деймін? Мен білмеймін. О транспортный контрольға $500 беру керек дейді. Мен сосын транспортный контрольдің бастығы, кәдімгі біздің ауылдың баласы. Барам, бастыққа.
Осылай аты жөнім осындай, осының баласымын. Таныдым, қалайсың? Аға, осылай, мына оказывается мынаның документі жоқ екен. Мына водитель айтып жатыр, $500 берсең кетесің деп жатыр дейді да, шығып кет. Рас па дейсің, ойбай, құрсын, мен ақша алмаймын, ойлақи белақи, бізде ондай жоқ дейді. Мүмкін емес дейді да. Жарайды онда деді. Енді көмектесіп жіберші деп тұрмын ғой мен мысалы. Көзіңді қыса салшы, енді $500 бермей ақ қояйын деп. Жарайды. Бір кезде водительге звондадым. Қалай дедім, водительдің ішіне отырып алдым. Транспортник ұстады, $500 берді, кетті. Дозвол жоқ, $500 берді, кетті. Көрдің бе? Күніне қанша машина өтіп жатыр есепте? Түнімен 100 машина. $500 есепте, бір күнде $50,000 істеп жатыр. $50,000. Қараш, мысалда солтүстік Қазақстан көшіп баратын адамға да 7 миллион теңгені оның солтүстік Қазақстан мәселесі Сәбитхан. Оның шотына беретін болса, шотына. 4 жыл программасы болды ғой міне. Павлодарға көшіреміз деді, бармайды. Жоқ, егерде ақшаны қолма-қол, оның орыстың шотына аудармайда 7 миллион теңге су алып, өзі 2 миллионға үй сатып алып, қалған ақшасына жәндегі картошка ексе болады ғой, қалғандар, дұрыс па? Картошканы қалай егесін, братан? Сен жерің, ана жерді жер не істеу керек? Трактор керек. Уже тракторың 13 миллион теңге. Сіздер қызықсыздар, естің алдында физический жұмыспен. Біргеді ғой енді, біргеді ғой. Жарайды, мотоблок істесін. Оны енді кім алып кетеді ол картошканы? Сен Астанаға сата аласың ба? Жаман Беларусь сатасы да болады ғой. Енді бәрі ақша ғой. Ол бұзылады, оған запчасти керек. Ол жаңағы қала 200 километр Петропавлдан. Сен оп-оңай деп ойлайсың ба? Шымкентте отырсаң, Шымкентте ысқырып қалсаң, бәрі дайын тұр. Шымкентпен салыстырмас, солтүстік Қазақстанды. Дым жоқ, мен өзім агрономмын, мен Петропавлда, міне Майский север, границада, Омскімен, сол жерде жұмыс жасаймын. Менің сайманым сынып қалады тракторым. Мен барамда, Көкшетауға келем. Арасы қанша километр? 200 километр. Дұрыс па? Бір сайманы алу үшін. Алдай күреп, қар деген бытшыт. Дым көрінбейді. Оған не керек? Трактор керек. От алмайды 40 градус аяз. Сәбитхан, саған айту оңай, сен давай екіміз бастайық, екіміз барып жатайық сол жақта. 7 миллион алып, халыққа көрсетейік, давай. Сен, мен екіміз. Сосын халық уже дейді, сенің артыңнан келеді. Ана Бурахан сияқты. Айту оңай ғой. Бураханның үйі жанып кеткен жоқ па? От жағанды. Солай болған жоқ па? Тоңғанда отты қат жағып, үйін жағып жүрген жоқ па? Иә. 7 миллионға жетпейді ғой. Ареке, жақсы, мен жол жүріп баратырмын, жақсы Ареке, хабарласамыз. Жолың болсын, аха. Жақсы. Жолың болсын, жол болсын. Мен как государственное мышление, да, түсініп отырсыздар ма? Вопросты раз и навсегда шешу керек та. Раз и навсегда бір рет ақшаны аямай саласың, мәселе шешілді. Дальше ақша уже істеп кетеді. А бұлар жаңа жыл сайын ақша жеу болды, үкіметтің политикасы. Жыл сайын үкіметтен ақша шығара беру. Ол үкіметтен ақша шығара бергеннен кейін ана коррупционерлер ұсталды, одан сабақ алмайды. Павлодарда бәленбай үй салды, сапасыз, сотталды, болды, кетті. Оны барады, Петропавлға әкім қылып қояды, дәлші жейді, болды. Сондықтан бұл жерде бүкіл мәселе адамның миында, миы болмаса басы жоқтың екі аяғына тыным жоқ. Олар сіздерді үгіттеп, ойбай дегенмен Қытай ол басылады. Қытай айтып отырмын, демпингпен келеді, сындырады, өзі сынады, кетеді. 20 жыл бұрын бизнесмендер келген. Қазақстан тәуелсіз алған кезде бүкіл барахолка бәрі Қытайлар кірген. Қайдаран банкрот болып, товарын сатып ала алмай жүрген. Жеуден чемпионбыз. Болды, жеу бізді тоқтатты. Пока біз жеуді тоқтатпайынша, бізде болашақ болмайды. Оны біз бірге жейміз ғой. Саған 7 миллион дейді, саған сен барып жүгіріп барасың, ала алмайсың, сосын айтасың, миллионды саған берейін, 6 миллион бер дейсің. Дұрыс па? Орыстың кемпіріне айтасың, 2 миллионның үйін 5 миллионға алдым деп айтшы деп.
Бәрін өздеріңіз істейсіздер ғой. 7 миллион деген специально жасалып тұр ғой. Сол бәрі жесін деп. Сосын үндемей қоя қояды. Бәрі аузы жегеннен кейін ешкім үндемейді сосын. Бәріне жетті да сонда. Орыс кемпірде үйін 2 миллионға сатты. Сен де ортадан 2-3 миллион істедің. Чиновниктен 1 миллион істеді сонымен. Бәрі риза, Құдай да риза, Құдағи да риза. Так, қазір көрейік, ал кімдер кіреді екен. Лайк басып отырыңдар, ағайындар. Болатын нәрсені айту керек болма. Болашақ қиындай береді. Сол үшін ғой бірігіңдер, ағайындар. Кооперация ғана сендерді құтқарады. Басқа ешкім құтқармайды. Ол аңғырсып отырғанмен, 7 миллион жетпейді, білесіңдер. Қаншама адам кірем деп жатыр. Шымкент рахат қой, мен деген Шымкентте жұмыс жасадым, дедім ғой, мен қателесіп не істеп жүрмін Астанада деп. Шымкенттің адамы, айтып отырмын ғой, Астананың өзінде болғаннан кейін жүреді да Шымкенттің адамы. Астанада таксовать етеді, қауын қарбызын әкеледі, ақша бар Астанада. Саудасы болғаннан кейін жүр. Астанада ақша болмасын, Астананың жартысы кетіп қалады, Шымкентке қайтадан. Стройка бәрі тоқтасыншы. Ешкім қалмайды. Көшеде адам жүрмеген ғой, 2000 жыл. Мен білем ғой, адам жоқ. Сағат 9-да көшеде адам жоқ. Баяғы Астананы білесіңдер, кім біледі? Кіргізген адамдарды. Дұрыс па? Алло, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Кооперация деген не? Кооперация деген... Ассалаумалейкум. Қандайсыңдар, жағдайларың қалай? Уалейкум ассалам. Так, мен мынаған кооперативке қосылсам да егерде. Қай жақтан боласың? Мен Астанада тұрам, Ақтөбеде туғанмын. Ақтөбе облысында. Ойбай, мен ұсақта екен ғой, онда қосыламайды екен ғой. Жоқ, Қазақстан любой жерден қосыла береді. Не істеу керек қосылу үшін? Қосылу үшін 1000 адам бірігеді, миллион теңгеден. Ортақ кооперативтің ақшасы миллиард теңге. Миллиард теңгеге біз ауыл шаруашылық өнімін өндіреміз. Картошка. Биыл картошка, келесі жылы сәбіз. Сонда маған пайда қалай болады? Сізге жыл сайын пайда миллион теңге, сізге жыл сайын миллион теңге пайдаңызды алып тұрасыз. Миллион салдыңыз, биыл миллион шығарасыз. Техника өзі сіздікі. Биыл сізде 2 миллион пайда болады. Біреуі өзіңіздің ақшаңызды қайтарасыз. Салған ақшаңызды 4-5 айда. Қалған миллион өзі техникамен тұрады. Келесі жыл сіз ақша салмайсыз. Келесі жылы кооперативтің өзінің техникасы бар, жұмыс жасайды. Түскен табысты қайтаран миллион теңге сізге береді. Үстіндегі табысқа үй салады, мал алады. Сүт өндірісін дамытады, дальше кете береді, уже болды. Дальше оборотқа шығып кетеді. Сіз жыл сайын миллион теңге алып отырасыз. Сатам десеңіз, немесе кооперативтен шығам десеңіз, 3-4 жылда өзі кооперативтің құны көтеріліп қалады, 3-4 миллион болады. 4 миллионды кооперативті мысалға аласыз да, шығып кете бересіз. Мысалға, бір жылда, сонда 3-4 жылда сіз 7-8 миллион теңге істедіңіз. Ол жиналған ақшаны сосын ертең өкімет тартып алмай ма? Жоқ, болды ғой, ол жиналғасын көпшіліктікі ғой. Ол көпшілікті, сосын ол ақша техникаға кетіп қалады. Барып алып техниканы тартып алмайды ғой. 1000 адамның техниканың документі 1000 адамға тиесілі. Сол үшін істеп отырмыз. Неге 1000 адамды қамай алмайды үкіметтің. 1000 адамды қамау үшін 3 облыстың өкіметтің қазіргі бағдарлама солай болып жатыр ғой. Өткенде бір министр айтып жатыр ғой. Тек қана кооператив құтқарады дейді. Малдың бәрі жекеменшікке өтіп кетті. Енді ол кооператив құру керек ол дейді. үкімет ұрлайды ғой, түсініп отырсыз ба?
Біз жоқ айтқан халықтан нәрсені- алу керек болып тұр ма білмеймін. Иә, ана біз қызыл алып- біз айтқан нәрсені үкімет айтады, біз айттық деп. Түсініп отырсыз ба? Ал кооперация арқылы олар айтады, бірігіп ақшаны алыңыздаршы дейді. жоқ бізге үкімет ақша айтып жатқан келмейді. жоқ. өтірік айтамын, үкімет емес. Бір министр ма депутаттың ба идеясы бұл. Иә, ол идеясы, біз уже былтырдан бастап айтып жатырмыз ғой. Олар біз айттық деп шығады ғой, түсініп отырсыз ба? Оларда идея жоқ, 0. 10 миллион сала алмайсыз, 1-ақ миллион саласыз. Әр азамат семьясында 10 адам болса, 10 адамға салуға болады. Ал енді сіз тыңдаңыз енді. Қазір мен осы кооперативке қосылайын. Миллионды салайын. Оған 1000 адам кіру керек екен да. Иә. 1000 адамға жетпей қалды. 250 адам болып тұрмыз да. Иә. Биыл жиналмады. Келесі жылы кіріп жатса адам мысалға, бізге 1000 гектар жерге көтеруіміз керек қой, түсініп отырсыз ба? Бізде қазір 250 гектар жер. 4 жылда біз 1000 гектар жерге көтерілеміз. 1000 адам артық алмаймыз. Түсініп отырсыз ба? Егер біздің кооперация биыл бізде миллионнан кіргіземіз. Келесі жыл біз уже 2 миллионнан кіргіземіз. Түсініп отырсыз ба? Себебі біздің уже активіміз өсе бастайды. Жоқ, сосын кейін орада не егіп жатсың? Ол жерде айтып отырмын, бірінші 250 гектар картошка, келесі жылы сәбіз, пияз қосылады, одан кейін кукуруза и мал азығы. Осы Астана ғой, иә? Ақтөбеде. Осы 1000 гектар ауыспалы егіс суармалы жерде ауысып отырады. Дождевальный аппаратпен жұмыс жасайды барлығы. Су бар. Су көп, ана судың жоқ, енді да мысалы қарасай 200 адам болып қалды да. 200 адам бастап кетті ғой, 200 адам онда 5-ке бөлесіз. 250 гектарды 50 гектарға баса береміз. Биыл 50 гектар егеміз. Ақшаңыз шығады. Пока әлі басталған жоқ, техникаң жоқ әлі, алған жоқсың да? Қазір 100 адам бар, міне, 100 адам бар. Ол техниканы жалдай салуға болады ғой. Жоқ, мейлі ғой, жалдай саласың ғой. Жер, не, бәрі дайын ба деймін да. Бәрі дайын тұр ғой. Ол техниканы сатып алғаннан жалдаған жоқсың. Енді біреудің жалдайсың, ол техникаң, сенің біреудің техникасы ол уақытта ол техника сағатпен жұмыс істейді. Келеді, сөйтіп мен одан жолыма. қатар сен басқа да жұмыстарың болады. Ол бір жыл бойы саған жұмыс жасамайды. Өзінің сезоны бар, өзінің жаңағы шөп шабатын уақыты болып қалады. Сен саған керек кезде ол айтса, менің шөбім бар десе, отырамыз да сосын қолымыз сорып. Бұл Адик қыз сартта жалдаған дұрыс негізі. Жоқ, мынау айтып отқан дұрыс емес ол жалдаған. Плюске кетем дегенше. Енді қара бауыр, өзің істеді, 100 адам жинады, жалдайсың ба, өзің қарайсың енді. Маған не дейсің? Өзің істе, басшы бол, кооператив аш. Давай. Ақыл айтпай қойыңыздар. Ақыл айтқан кезде Жоқ, дұрыс қой. сіз менен сұраңыз, болды. Ақыл айтпай қойыңыздар, рахмет. Жоқ, басқа. Мен сұраққа жауап беремін. Ал маған ақыл айтпай қойыңыз, өтініш. Справкілерді алып келіңдер, ақыл айтуға рұқсаты бар деп. Әйелінен, енелеріңнен, сосын ақыл айтыңдар. Кім, мен ба? Жоқ, ана кісіге айтып жатырмын да, апоққа. Сіз сұрап жатсыз, ол ақыл айтып отыр да. Үйту керек, бүйту керек. Маған ақылшы керек емес, маған кооперативтің несі керек, мүшесі керек. Кіресіңдер, түсіндірем. 2 гектар, 3 гектар, 5 гектарға дейін ексең жалдауға болады да? Үлкен жерге жалдай алмайсың, ол техника, новый техника. 250 гектар жерді кім саған істеп береді, қандай техника? Кімде бар ондай? Мысалы, қара, 25-30 мыңмен айдайды да жерді. 10 гектарға 250 мың кете ма? Сонда 100 гектарға 2,5-200 гектарға 5 миллион кетеді, 5 миллионға 12-21-ді соқасыменен ойып тұрып аласың да, будан. Ол жыртуы бар. Ол сажалқысы қанша болады сосын? Сажай техника. Одан кейін нелері бар ғой. Оны дәрілеу керек. Ол 2 техника уже почти 2 трактордың ақшасы шығады ғой. Үлгер алмайды. 2 трактор үлгер алмайды ондайға. Тракторист керек оны шаршамайтын. Келеді, бете салам, бете. Өздерің барып істеңдер, ағайындар, ақыл айтпай қойыңыздар жаңағы. Жігіт сияқты. Бету керек, сөйту керек.
Әлі ақша жиналған жоқ, бүйту керек, сөйту керек. Қызмен әлі танысқан жоқсың, бірақ қызды бүйтіп сүйем, емшегін бүйтіп сүйем деген сияқты. сонда ақылын айтып кеттім. Ақтөбелік ау деймін, или батыстық па? Білмедім, мен таңғаламын, мен мына адамның миының деңгейі. Біз ел боламыз ба, болмаймыз ба? Мына тұрмыз. Негізі Ақтөбенің баласы сияқты жаңағы ше андай. Анау біздің ауылдікі сияқты. Бұның Әсіресе мына оңтүстіктің жігіттері хабарласыңыздаршы, түсінетін осы шаруаны. оңтүстіктен хабарласып тұрмын ғой мен Түркістаннан. Түркістан болсын. Соларда маған өмір Пусинеде өмір сүріп, өсімдікті көрмеген адамдар хабарласпаңыздаршы, өтініш. Мына бір картошка егіп көрген адам, мына есінің алдында бір штук картошка шығып, 10 штук шығарған адамдар болса, хабарласыңыздар. Келіп алып аңғарсап, мен мұғалім емес. Егіп көргенбіз картошканы. Оның ішінде бар ғой, ол техникадан бөлек, жаңа агроном өзі арам болса, егінің болмай қалады. Енді агроном адал ғой, міне. Намазхан, намаз оқиды. Біз соны неден әкеліп, Өзбекстаннан Құдай ұрып қалған. Ол агроном, Өзбекстанның агрономы Қазақстанға агроном бола алмайды. Себебі ол ауа райын білмейді. Ол жақта ауа райы бөлек. Шымкентте бөлек, Ақтөбеде бөлек. Жоқ, ол ауа райы мейлі ғой, агроном болса жобасын біледі ғой. Ол агроном емес екен да, ана кірпіш заводта рабочий болып істеп жүрген адам екен. Мен сол білем деп айта бермеймін ба? Мен 5 жыл оқыдым, білем деп айтпаймын ғой. Енді айтып жатырмын. 20 жылдан кейін мен агроном қызыл дипломға бітіргенмін. Менен мықты агроном жоқ. Бірақ мен айтпаймын ғой, мен агрономмын. Енді айтып жатырмын. Өзіңіздің қанша гектар жеріңіз олар бар? келеді де айта береді, мен агрономмын, күштімін деп. Өмірі ол картошканы көрмеген. Жер қанша жер? Жер жетеді 13.000 гектар. Қазір су ішіп алады. Жаңбыр су алмайды. Ол кетіп шыққан. Жоқ, үш километр. Бір істеп көру керек. Астанада. Бір істеп көру. Астанамен не ғой, картошка сұрайтын жер. Қарағанды. Түсінен, конкретно айтып отырмын ғой. Жаңа енді егетін Миллион теңге салдыңдар, 4-5 айдан кейін миллион шығардың ба, ақшаң шығардың. Болды. Дальше жыл сайын миллион алып тұрасың. Бірақ товар қымбаттайды. Біз 100 теңгеде есептеп тұрмыз ғой. Ол жерде 200 болуы мүмкін. Ал артық прибыльді кооперацияға қайтадан саламыз. Қайтадан объем көбейе береді. Бір жылда сен егетін жер қай жер? 3-4 миллион табуымыз мүмкін, түсініп отырсыз ба? Бірақ кооперацияның есебінен мысалға биыл біздер примерно айтайық, 1000 гектарды өндірдік. 1000 гектардың товарын саттық. 40 тоннадан алдық 400 миллион. 100-ге көбейтсеңіз 4 миллиард пайда көрдік. Мысалға да, допустим, 4 миллиардты сіз миллионын аласыз, миллиардты. 3 миллиард қалды ғой. 3 миллиардты 3 миллионын мысалға машина алып беруге де болады. Жайлыс кете береді. Жұмысшылар болады әрине. Түркістанның қасында Ихан деген ауыл бар, сол жақтың дихандары қосылып жатқан жоқ па? Олардың уақыты болмайды шығар енді. Дихандар керек емес, ол өздері дихан жасап жүрген адамдар. Енді шамалы істей алып. Ихандық өзбек ағайындар бар да, ихандық как местный. Өмір бойы кәсіпкер немесе оқығандар бар ғой, осы огород жауымнан. Огород жөнінде да. Енді огород деген бөлек, өндіріс деген бөлек, шатастырмаңыздар. Огород есін алдында 1 гектар, 2 гектар. Ол огород. Бұл өндіріс. Түсіндірдің ғой, өндіріс. Өндіріс деген бұл завод сияқты, немесе фабрика сияқты өндіріс жасайтын кооператив. Огород деген бөлек, есін алдында 1-2 нені істедің, әйтеуір. Келдің де барып қаппен салып, газельге салып, базарға сатып келдің. Білмеймін, шамалы не қылып тұрмын қосылуға. Қиналсаң енді қара, біз заставить ете алмаймыз ғой. Сталин емеспіз ғой біз. Сен заставить етеді.
Өзің қара. Бірақ Иә. ойланып жатырмын да, ойланып жатырмын. Иә, ойлан. Ми сенікі. Біздікі айту. Ұсыныс жасау. Шешім қабылдау сіздікі. Қосылам десең қосыл. Миллион теңге қайда кетпей жатыр. Иә. Ақша құнсызданып жатыр. Лақатронға кетіп жатыр. Итакта қаншама лоқтарға алданып жатсыңдар ма? Ерсай деген қатын кешені боғын сатып кетіп жатыр. Сол сияқты. Оның қасында бұл өндіріс қойды. Өз елдерің, өздерің желдерің. Ақшаларың өздеріңде қалады. Қараңдар енді менікі айту бауырым. Енді барлық нәрсенің екі жағы бар ғой. Иә, сендерге қарап тұрған. Сіздер сақ таңымыз атып сотталатын бұл жерде ештеңе жоқ. Себебі ақша ешқайда. Барлық нәрсенің екі жағы бар да, бірде пайдамен шығасың, бірде Сендер бір банкротпен жағын қаласың. қараңдар, тек қана бір жағын қараңдар. Сендерде уже екінші жағын қарайтын уақыттарың жоқ. Уақыт сендерге қарсы жұмыс істеп жатыр. Иә, уақыт сендерге қарсы жұмыс істеп жатыр. Сендер бір жағын қараңдар. Үмітпен қараңдар. Болды. Кепілдік, иә, почек, Назарбаевтың почкасы кепілдікке. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Давайте. Айта бер саған. Сенікі дұрыс. Бірігу керек. Бірігуші қазақты кооператив құру керек болды. Сен солтүстік Қазақстан бол, батысың бол. Болды бір. Кооператив бол, бұдақтыру керек. Еврейде де сөйтеді ғой, ақша ғой. Бір-біріне көмектеседі. Сол сияқты ол ақша шешеді. Ақша жұмыс болады, болды. Процент жаңағы кредитке кіріп миың шерткен. Жоқ, кеше мысалы 7 миллион үй алсаң дейді. 7 миллионды бұлай берді. 1000 адам біріксін, 7 миллиард. 7 миллиардқа олар жұмыс жасайды. Келесі жылы олар 7 миллиард шығарады. 7 миллиардқа үй алады да, уже өндірісі қалып қояды, көрді бе? Мысалы, солтүстік Қазақстанға көш деп жатқанда үкімет. Ол үйді алып алғаннан кейін не істейді? Әлше өмір сүру керек қой. Иә. Бұл жерде жұмыс жоқ. Бірінші жұмыс жасау керек, иә. Одан кейін барып үй кетеді. А бұлар бірінші үй алып алады, отырады сонда. Иә. Өте кері қарайды. Егіне келді ме, картошка келді ме, мал бағады ма, бірігіп кету керек. Иә. Өткізу керек қой, оны өткізу керек қой. Ау. Өткізу керек. Иә. Өтеді ғой, өтпейді. Сондықтан естерін жинаңдар, тағы да таратыңдар. Той садақада айтып отырыңдар. Қосылмасаңдар да айтып отырыңдар. Біреудің құлағына салыңдар. Біреудің бағын ашып жібересіңдер. Өздерің енді артқа тартқанмен 30 жыл артқа тарттыңыздар ма? Боқтасыңдар. Результат жоқ. Ержан, айта бер, Ержан. Жақсы, давай, іске сәт. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жағдайлар жақсы ма? Жақсы, рахмет, жақсы. Мен қойайын деген сұрағым, Иә. бұл кепілдігі қандай болады бұл жұмыстың? Бұлға қалай кепіл береді сізге? Сіз миллион теңгеңіз жоғалып кетпеу үшін кепіл сұрап отырсыз ғой, дұрыс па? Иә, сенім Иә. болу үшін да, что Иә. қандай документтер болады? Иә, ол сенің болу үшін сізде келісім шарт болады, бірінші. Екінші, сіз ақшаны счетқа саласыз, расчетный счетқа. Дәлелдей аласыз, міне счетқа салдым. Екінші, сол ақшаға біз техника аламыз. Сіз басшы сайлайсыз ол жерде. Мені или өзіңізді, или басқа біреуді. Ол жерде менің компаниям емес. Сіздер бәріңіз 1%-тен, 0,1%-тен хозяинсыңдар. Ақша жиналғаннан кейін бәріңіз жиналасыздар да. Сен басшы боласың. Міне ақша. Енді бізге не істейміз? Техника алуымыз керек. Қандай техника керек? Картошка қажет техника. Трактор, сажалка, гребнеобразователь, копалка, ботлоудаление, сортировочная линия, жинайтын комбайн, опрыскиватель,
семена, дәрі, бәріне расчет жасалады да, осыны алуымыз керек дейміз. Ақша соған кетеді. Сенің ақшаң міне техникамен тұр. Сенің кепілің осы. Урукты қайдан аламыз? Ұрықты Урукты қайдан аламыз? Местный урық па, Голландия ма? Біз енді Голландияға ол өте қымбат. Голландский нелер. Репродукция аламыз ғой, бірінші репродукция бізге жетеді. Павлодарда жаңағы бар бірінші репродукция. Екінші Ресейде бар, Саратовта. Жаңағы голландский компанияның филиалы Россияда. Содан алуға болады. Әдемі. Иә. Сондықтан бірінші репродукциядан аламыз. Сондықтан гарантия сіздің өзі техникаңыз. Енді сіз ойбай десеңіз, хайбай шығарсаң, техниканы сатады да, 1000 адам бөледі да, кетеді, ақшасын алады. Жұмысшыларға айлық қалай төленеді? Жұмысшыларға айлық 500 000 теңгеден айлық қалыптасады, тракторист, бізге керек механизатор, жөндейтін. Тамағы бар ғой. Тамағы, кухарка, мухарка. Оған уже бермесең кетемін. Ау. Ақша бермесең кетемін дейді. Иә. Қабылдау қай уақытқа дейін? Қабылдау марттың аяғына дейін. Марттың аяғына дейін. Бұл жылға, иә? Иә, бұл жылға марттың аяғына дейін. Себебі біз сол суммамен бастап кетеміз ғой. Идея отлично, қосыламын мен. Әдемі ой, осылай болу керек негізі. Осындай компаниялар құрылса көбірек. Енді сен гарантия ғой, сенің жаның ашымайды ғой. Мысалға сен ақша далаға кеткен жоқ, сені ешкім лақтырған жоқ. Бұл жерде әңгімені түсініңіздерші, ағайындар. Сіздің миллионыңызға товар тұр, болды. Ол жұмыс істелінеді. Сізді ешкім лақтырған жоқ қой. Мысалы, миллионды алып жоқ қылдырып жіберген, 10 миллион, 20 миллион алып асар баспана жоқ қылдырып жіберіп жатыр ғой. Бұл жерде сен ақшаңа техниканы аласың ғой, болды ғой, сен лох емессің ғой. Дұрыс па? Ешкім сені алдай алмайды ғой. Иә, жақсы, мен ол жағын неғып тұрған жоқпын. Иә. Просто осындай компания жиналып, осылай бірігіп істемесек, миллиардты сізге кім береді? Мысалы, мен... Иә, тамаша жұмыс қой бұл негізі. Иә. Сол жұмысқа жүзеге асып, бәрін сатпайтын техника тұрғанның өзі, уже адам обидно емес қой, сені лақтырған жоқ қой. Сен техникаң тұр ғой, сатпасаң да, мына зат келіп тұр ғой, сен алған нәрсең тұр ғой орнында. Мен қазіргі уақытты ойлап, кім атың кім еді? Арман. Арман, мен қазіргі уақытты ойлап тұрған жоқпын. Мен ойлап жатқаным ертең болашағы ақша көп түскенге адам өзгереді ғой. Иә, ол жерде мен 20 жыл жүрдім ғой, менде осылай қырылыс болды, талас болды. Мен енді жазып тұрмын заңда, келісім шартта. Артық ақша алмайды, жыл сайын миллион аласыздар. Компания көтеріліп 3 миллиард, 4 миллиард табыс тапса да, сіз миллиард аласыздар. Көрдіңіз ба? 1000 адам. Қалған ақша компанияның дамуына кетеді. Тағы да техника алады, тағы да бірдеңе істейді, мал алады, ферма салады, холодильник салады, түсінесіз ба? Енді сіз айтасыз, мен шығам дейсіз. Біз 1000 адам келсін. Ержан деген адам айтып жатыр, шығам деп жатыр дейміз. Түсінесіз ба? Шығатын болғанда біз 1%-іңізді есептейміз. Балансовый стоимость деген болады. Техника, ақшасы, қанша, не дүние бәрін есептелінеді. Түсінесіз ба? Сөйтіп, 1000-ға бөлінеді, сіздің процентіңізді шығарып береді. Болды, кеттіңіз. Сіз еще жыл сайын табыс тауып тұрсыз ғой, миллион теңге. Мысалы, 27 миллион, 28 миллион, 29 жыл миллион, 30 жыл миллион, 31 жыл миллион, сіз 5 миллион салып, 5 миллион таптыңыз. 5 жылда. Енді 5 жылда сіз шығам дейсіз, мен кетейін деп жатыр, маған ақша керек болып жатыр дейсіз. Мысалға, біз сізді шығарамыз. Сосын 5 жылда компания қанша табыс тапты? Основной фондқа қанша? Бірінші жыл миллиард болды, келесі жылы мысалы 500, 200, сіздің компанияңыз уже 3 миллиард оценив жүз стоимость. 0,1% 3 миллион теңгені аласыз да, шығып кетесіз. Түсіндіңіз ба? Иә, түсіндім. Сонда сіз 5 жылда 8 миллион істедіңіз да? Иә. Кім істемейміз? Ақшаңыз уже 3-4 айда қайтып тұр. Жарты жылда қайтып тұр ақшаңыз, салған ақшаңыз. Дальше уже келесі жылы жұмыс істей береді сізге.
Ақша сізге жұмыс жасай береді. Сіздің салған ақшаңыз келесі жылы. Иә, оны түсініп тұрмын мен. Соған шығып отырғаным ғой. Иә, енді қазақша түсіндіріп жатырмын. Енді болған түсінбесеңіздер, мен енді ештеңе айта алмаймын. Жоқ, Арман, идеяң отлично. Аллах жұмысын жүргізсін, Құда қаласа. Ойланып көреміз, болса... Тез ойланыңдар, айтыңдар. Уақытты қыз, 30 жыл ойланып жүрдіңіздер. Иә, солай жүре бересіңдер. Адам ойланып. Жүргенде, бұлай ғой, ақша мәселесі ғой бұл жерде. Иә, ақша болса... Ақша мәселесі ғой, оны табу керек. Сол мәселе ғой. Иә. Ешкім ақшаны алып кетпейді. Ол неге ешкім ақшаны алып кетпейді. Иә, осы жерде салыңдар, бұл. Қазағы байса қатын алып, өзек байса там салады. Иә. Жақсы хабарласамыз, Арман, іске сәт. Рахмет. Бала-шағаларға тастап кетіңдер. Өндіріс тастап кетіңдер. Ақшаны тыға бермей, кемпірдің лифчегіне. Қайда бересіз? Мен Амасындар ма дендерің қалай? Бәрі жақсы ғой. Мен естіп отырмын, бәрі жақсы екен, мынау темаларым тамаша болып тұр. Енді былай қарап, біз ақшаны саламыз, бірақ жұмыс істейтін адамдар бөлек болады ғой өздері. Тауып аласыңдар оны, иә? Табылады ғой, құрсын. Қаңғып жүрген адамдар. Ақшасын Онда мен 1 миллион ақша салып қойсам кооперативқа. Сол жылдың аяғында маған сол 1 миллионым қайтып келеді, иә? Иә. Бірінші салған 1 миллионды 3-4 айда қайтарып бересіңдер, иә? Иә. Өндіріс жасаймыз, картошканы сатамыз, миллионыңызды қайтарамыз. Одан кейін ақша салмайсыз. Иә. Одан кейін ақша салмаймын. Содан кейін уже жыл сайын мен ақша алып отырамын, иә, 1 миллион. Иә, миллион алып отырасыз, және компания дамый береді. Картошка егеді, пияз егеді, морковь егеді. Бұл любой адам сала береді ғой. Мен мысалы Астанада тұрамын, пенсионермін. Любой адам, бүкіл Қазақстан бойынша проекті ғой, түсініп отырсыз ба? Иә, жақсы екен ол темаларың. Мен өзім Астанада тұрамын. Иә. Есілше ақшам болғанда мен сөйлесіп оны кімге салу керек, бәрін әдірсін, бәрін маған. Маған жазыңыз, WhatsApp группа бәрін. Иә, мен саған жазамын, Арман. Иә. Содан кейін ақшаны салатын уақытта айтамыз. Иә, сізге жіберем шотты, соған лақтырасыз. Ақша тиісмейді, ақша сізсіз алынбайды. Қорқпаңдар, техникалық кетеді. Бұл сендердің болашақтарың. Ешкім тыңдамаңдар. 1 миллионға адам өлмейді. 1 миллион үшін біз сотталмаймыз. Но біз іс-әрекет жасаймыз. Дұрыс қой. Менің білімім, мені пайдаланыңдар. Сіздер мені миллион арқылы пайдаланыңдар. Менің білімімді пайдаланыңдар. Болды. Тегін. Жақсы болды, міне. Иә. Сендер мені пайдаланасыңдар. Миллионға сен бар, Марғұланға курс сатып алып жүр ғой адамдар. Байып кеткен адам бар ма? Бәленбай миллионға. Иә, Дубайға барады. Анадан лақават сетіп, мынаған лақават сетіп. Ертең қор болады солар. Сол шығын и так шығып кетеді сендерден. Балаларын шығарады. Иә, наркоман бол. Ақсақалдар основной баяғы қателік жасаған, Назарбаевты биліктен кетірмеген. Солар осы міне жөндеу процесі, Назарбаевтың қиратып кеткен дүниесін қайтадан қалыпқа келтіру. Шалдар қосылыңдар. Бала-шағалар немелерің үшін. Мен қадамаймын, мен проектіні жасаушы, мен бастық емеспін бұл жерде. Мен ақша қолымда болмайды. Мен агрономым, мен айтамын, білімімді берем. Аға, осылай істейміз, ағайындар, мынау былай істеген осы дұрыс. 1000 адам айтады. Иә, любой адам басшы бола береді. Айтады, иә, осы басшы болады. Менде миллион теңге 0,01% доля салам болды. Бұл жерде кооператив құрамыз ғой, бәріміз. Общий. Осылай әлекен, мүшетке кіргендер көзбен көріп, қолмен ұстасам дейді ғой енді. Иә. Көзбен көруім керек, қолмен ұстауым керек дейді біреулер бар, иә. Енді жоқ нәрседен бар жасаймыз ғой. Одан кейін бар нәрсеге өзіміз иелік жасаймыз ғой. Уже адам кірмейді, 1000 адамнан кейін адам кірмейді. Себебі біз кіргізе беретін болсақ, пайда көп адамға бөлініп кеткеннен кейін пайда аз қалып қояды.
Лимит сондай ғой 1000 адам ғой. Иә, лимит та уже болды. Лимит. Иә. Рахима айта беріңіз. Дұрыс қолдаймын мен. Осыны бұрынырақта не қолданғанда ғой. Соны айтып отырмын. Енді біз олай білген жоқпыз ғой. Біз мен бұрын неге болған жоқ, себебі біз бұрын жалғыз өзімізді ойладық. Мен өзім жасадым. 187 гектар жерге Алматыға алма ектім. Холодильник салдым, иә. Соның барлығы өзім атымда болды да, олар менен тартып алды. Енді мен түсіндім. Тартып алмау үшін не істеуім керек екен? Онда хозяин көп болу керек. 1000 адам болса, хозяйыны тартып ала алмайды 1000 адамды. 1000 адамнан тартып алу үшін 1000 адамды қамау керек. 1000 адамды қамау үшін 4 облыстың түрмесі керек. Көрдіңіз бе? Сондықтан қателікпен жұмыс жасап жатырмыз. Бұрын болмағаны ол да жақсы шығар. Енді есім жиып жатырмыз. Сондықтан іске сәт. Налогын Иә, жұмыстарын төлеп отырсақ, несін қалмайды біз. Иә. алға бассын. Дұрыс. Молодец. Халыққа жұмыс беріп отырсақ, Ассалаумағалейкум. Ұйымдастырып не алғаныңа рахмет. Баршаңа қалайсыздар, жақсыздар ма? Уалейкумассалам, айта беріңіз. Айта бергенде біз бұрын картоппен айналыстық. Өзіміздің техникамыз болды. Но бірақ бізден жерді сатып алғанда үкімет тартып алды. Біздер енді хозяйство өте жақсы жүрді. Сіз айтып отырғаныңыз дұрыс негізі. Біздер енді біраз табысқа шықтық, бірақ тартып алды енді. Ол жағы болмады. Бізге поддержка беретін адам болмады. Біз өзіміз аяққа тұрған адамбыз ғой. Ешкімге істеген жоқпыз. Бірақ негізгі айналысса, бұда үлкен пайда бар. Айналысқан адамда. Мен картоппен айналыстым. Экспорттадым сыртқа. Иә, мен картопты өте терең зерттеп, біздер терең айналыстық. Сосын біздің жерді каким-то образом бір жігіттер келіп, білмеймін, ол қалай алып кеткен. Қай облыс? Ауданда. Біздер Ақтөбенің Байғайын деген жерден. Үлкен гектар жеріміз болды, картобектік ұзыннан. Бос жатқан жер еді, қазір мал шаруашылығына айналдырып жіберді ол жерді. Ақтау жағынан бір адамдар келіп, сол жерді біздің жерімізді. Негізгі біздің неміз сол жерде болған. Егістігіміз. Енді мына корпоративті айтып отырсыз, оған енді манағыдай енді біріккенде оны бір адам жүйелеп отырып алып жүретін адам керек негізі. Бар ғой енді мен өзім агрономым ғой. Жан жақтан ол кеспейді ол. Өзіміз басым. Бірақ енді уақытылы кәдімгі дисциплинамен қараса, жақсы пайдаға береді. Үлкен. Сіздер бұл жерде қандай немен не істейін деп отырсыздар? Біздер общий планда 1000 гектар. 250 гектар биыл бастап кетсек, келесі жылы морковь, пияз, кукуруза, сосын жоңышқа 1000 гектарға бөлістамыз деп тұр. Сосын холодильник сатып керек. Дұрыс. Біздікі Шұбардан, Темір ауданы Шұбардан. Шұбардансыздар ма? Сол жақтан егеміз. Жақсы, өте жақсы. Сайын инвесторге 1 миллион теңгесін беріп тұрамыз. Ал табыстан 1000 адам бөледі ғой табысты. Қалған табысты кооперативке жібере береміз. Көтере береміз. Дұрыс, жақсы идея негізі. Ол негізі айналысқан адамға. Соны нақтылап, документін реттеп. Доллар өспейді. Ол өспейді ол. Негізгі біздің былай ғой мақсатымыз өзіміздің Қазақстанда өзіміз өндіріс жасауымыз керек. Біздерде мен картоп ектім, көп салаларда жүрдім ғой, енді мен саудаға жақын болдық. Біздер тек алып сатар көп болды. Біздер тек әкелет сатат болды. Бізден ешкім қандай зат өндірмейді. Картоптың өзін жеткізе алмайды. Көп жерлерде картоп жетіспейді бізде. Масқара жетіспейді. Шетелден келеді, Россиядан келеді. Қытайдан келіп жатыр. Көбіне тұрып қалған нелер келеді деген сияқты.
Сондықтан картоп, моркоп деген өндірістер өзіміздің табиғи өндірістерді өндірсеңіздер, ол әдемі жақсы жүреді нарықта. Дұрыс айтасыз. 708 155 46 28 708 155 46 28 ағайындар қосылыңдар, бір ай қалып уақыт. Бұл қазақтың болашағы, сендердің болашақтарың, бала шағаларың үйренеді, көреді, өндірісті көреді, жаңа новый техникалармен жұмыс жасап көреді. Техника дамып жатыр. Навигация, спутниковая навигация, карта, план, почвоведение, бүкіл ғылым бәрін үйренеді. Нағылады ол бостан болсын. Қазір жұмыс істейінбеген адамға бәрі бар ғой. Автоматым капелька қойылады қазір. Бәрі бар. Соның бәрі бар. Дамып тұрған нәрсені соны біз әлі жүрміз да. Сол мен Шымкент жағында болдым. Қазіргі заманауи немен салынған теплицаларды көрдім. Ояқтан табыстар өте жақсы. Ояқтан өздері келіп, өздері тегіп кетеді фуралар. Ешкім апармайды да. Ал бізде тасымал бар ғой. Біздер тасымалдаймыз, шығын шамалы шығады енді. Енді бізде холодильник салып алсақ, бізде шығында болмайды ғой. Дәл поляның қасында холодильникті тыға саламыз. Керек адам алып кетеді ғой. Астық сақтайтын қойма болу керек обязательно. Өйткені астықтар көпке істемейді, бұзылады. Жақсы, рахмет, балалар. Аха, жақсы, сәттілік. Алла сіздеріңе береке берсін. Аумин. Сондықтан ағайындар 708 155 46 28 осы проектіге қатысыңдар. Бұл жерде ешкімді алдай алмайды. Техникаң, ақшаң техникаға кетеді. Шамасы келгенше беруге болмайды. Миллион теңге Каспийден аласың ба, кірдің ба, миллион теңге кіресің. Оны бухгалтер каждыйында жалынып, звондап сұрап жүрмейді ғой. Басқа жұмыстар істеуіміз керек. Сен ақшаң здравый опытмен болса әдемі болады. Здравый адамдар кіріңдер, есі. Жасы 25-ке толған. Кіріп жатыр, бостан бұл сотталып кетіп жатыр балалар деген. Көшеде жаңағы көрер болып. Ақша тапқысы. Үш жерге кіріп алып, мен аулайтын керек емес, қашан ақша, қашан. Ол қалада болашақ жоқ. Өндіріс жоқ қалада. Үш жерге кіріп алып, деймін да жаңа. Пайда қашан да мен аулап тұрсақ жаман болды. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Уалейкум ассалам. Жұмыс істеу керек. Пайда бірігіп жұмыс жасағанда болады. Грамотно жұмыс жасасаң шығады. Сол бүшек деген адамдар қолмен көріп, еңбектенісің біз солай жақсы. Ниеттерің дұрыс болса, Құдай береді ғой. Істесе, любой жұмыс ала басады ғой, жаны ашып істесе. Жаны ашымай болмайды ол. Үйге жатып, ибан айтады. Әр нәрсем жаны ашып. Жаны ашып бар. Бәрі байып кетпей ма? Ақшаның үстіне ақша түсе беретін болса. Болмайды. Соңғы 31 март, соңғы взнос 31 март. Уже апрельде біз бастап кетуіміз керек. Суммаға байланысты есептейміз ғой мысалы. Қанша сумма түсті, соған гектар бөлінеді. Сол, жақсы ағайындар, мен шай ішіп алайын, кешке шығамын енді. Аманшылыққа. Алдағы жақсы көріске жарайды.